Кімге сөз саласың? Кімге сөз саласың бүгін? Кімге сөз саласың? Иә. Білсең бе? Алма не жүрегін. Бүгін неге жаным білесің? Қыш? Тебе роман ізде десеңдер ше? Иә, мен сториске енді шығып атырмын қайырлы таң деп қой біздің менің подписчиктер. Ай, Рама кімге сөз салады екен, а? Бүгін бізде Фарид Рузка келді, қараңыз. Бүгін кімге үміткер болып кірейін деп жатырсыз, бәрімізге қызық. Мынау қыздардың жанында кәдімгідей ұялып отырады өтелер. Айтыңызшы, кімге кірейін деп жатырсыз? Неге жаным білесіңдер? Кім? Білесіңдер? Айтыңыз келмей ма? Жоқ, айт. Білмеймін, менің ойымша немесе Ақбота или Жансая. Или қымбат. Или еңірек па. Жоқ, сол төртшенің арасында бар ма? Мүмкін или мүмкін емес деп көріңізші. Тұр, ұялып жатыр бәрі. Қыздардың көзінше ұялып жатыр. Қыздар жақсылап түріне қарап алыңдар. Шыққан уақытта кішкене. Бүгін қызық болады, барлығын білгілеріңіз келсе. Қаншада сағат? Иә. Болды. Білесіздер, алмабермен келмей деген кішкене қызды салып жүрдім. Қазір жағдай өте ауыр. Еміне қаражат керек, өте үлкен суммада. Және де жұма сайын осылай біз ақшаны жұмсар еміне тауып берсек және де біреудің айтады сәлем нәрсені алып ақыреттік өмірге күнә жинаған жұмадан сауап жинап жарысайық деген келеді. Сондықтан да қайтадан жинап қазіргі деген боларын барлығы бірге кетеді. Сол жақ қарай кәсіпорынымызда қанша бар, 100 теңге, 200 теңге барлығы кәдімгідей олар үшін өте үлкен ақша. Сондықтан да ақша салыңыздар, көмектесіңіздер. Теуққа барғанша осылай жұмыс жасайық. Ай, бәрекелді. Аллах сауаптарын берсін. Серьезно, ма? Жоқ.